Саламатсыңдар ма оқушылар? Менің аты-жөнім Нұртаева Сандуғаш Жолдасбекқызы. Мен Тараз қаласы номер 5 мектеп гимназиясының химия пәні мұғалімімін. 9 сыныптарға арналған органикалық қосылыстардың изомериясы, органикалық қосылыстардың молекулалық формуласын анықтау тақырыбында сабақ өтеміз. Сабақтың мақсаты изомерия құбылысын білу және көмірсутектер құрылымдық изомерлерінің формулаларын құрастыру, газ тектес заттардың молекулалық формуласын салыстырмалы тығыздық пен элементтердің массалық үлестері арқылы анықтау. Изомерия дегеніміз не? Изомерия молекулалық формуласы мен массасы бірдей, құрылысы мен қасиеті әртүрлі заттар. Мысалы, С4H10. Бутанның екі изомері берілген. Бірінші изомері қайнау температурасы минус 0,5 градусқа тең. Ал екінші изомериясы изобутанның қайнау температурасы минус 11,4 градус Цельсийға тең. Яғни, мысалға қарай отыратын болсақ, молекулалық формуласы С4H10. Салыстырмалы молекулалық массаларды бірдей. Ал құрылысына және олардың қайнау температураларына қарайтын болсақ, айырмашылық бар. Изомерия түрлері екіге бөлінеді. Құрылыстық изомерия және кеңістік изомерия. Құрылыстық изомерияның өзі тізбектік изомерия, көміртек атомының орналасу изомериясы және функционалдық топ изомериясы деп бөлінеді. Ал кеңістік изомерия, геометриялық изомерия және оптикалық изомерия деп екіге бөлінеді. Изомерлерді қалай жазамыз? Бірінші, көмірсутектің құрамына кіретін көміртекті бір-бірімен тізбектеп жазамыз. Мысалы, пентан құрамындағы 5 көміртекті бір-бірімен тізбектеп орналастырамыз. Екінші, ұзын тізбектегі көміртекті біртіндеп тармақтай отырып жазамыз. Ұзын тізбекке 4 көміртекті қалдырып, 5-ші көміртекті тармақтаймыз. Естеріңде сақтаңдар балалар, бірінші және соңғы көміртекке тармақ жазылмайды. Келесі изомердің атын атайық. Ұзын тізбекті таңдаймыз. Ұзын тізбекте 4 көміртек орналасқан. Тармақталған көміртек қай көміртектен тармақталып тұрғанын белгілейміз. Яғни, тармақ 2-ші көміртектен шығып тұр. Тармақталған радикалдың аты метил. Сонда бұл құрылымдық формуладағы берілген изомердің аты 2 метил бутан. Балалар, сендерге тапсырма. С6H14 гексанның изомерін жазып, қанша изомері бар екенін анықтаңдар. Жауаптарыңды экрандағы жауаппен сәйкестендіріп көріңдер. Бірінші, гексанның құрамындағы 6 көміртекті бір-бірімен тізбектеп жазамыз. Қалыпты жағдайдағы гексан. Келесі, ұзын тізбекке 5 көміртек жазып, 6-шы көміртекті 2-ші көміртекке тармақтаймыз. 2 метил пентан. Тармақталған көміртекті 3-ші көміртекке тармақтап жазамыз. 3 метил пентан. Келесі, ұзын тізбекке 4 көміртекті жазып, 5-ші және 6-ші көміртектерді 2-ші көміртекке тармақтап жазамыз. Бұл изомердің аты 2,2 диметил бутан. Келесі, ұзын тізбекке 4 көміртекті жазып, 5-ші және 6-ші көміртектерді 2-ші және 3-ші көміртектерге тармақтап жазамыз. Бұл қосылыстың атауы 2,3 диметил бутан. Яғни, гексанның 5 изомері бар. Қанықпаған көмірсутектердің изомерін қалай жазамыз? Құрамындағы қос байланыстың орналасуына қарай жазамыз, көміртек қаңқасының тармақталуына байланысты жазамыз. Бутеннің классаралық изомерлері циклобутан және метилцикклопропан. Геометриялық изомерлер екіге бөлінеді: цис изомерлер және транс изомерлер. Екінші тапсырма. Бутеннің цис және транс изомерлерін жазыңдар. Жазған формуланы экрандағы формулалармен сәйкестендіріңдер. Бірінші формула цис бутен, ал екінші формула трансбутен.
Балалар, сендердің де жауаптарың экрандағы жауаппен сәйкес келді деген ойдамын. Есептер шығару. Элементтердің массалық үлестері мен салыстырмалы тығыздығы бойынша заттардың молекулалық массасын қалай есептеуге болады? Бірінші есепті шығарып көрейік. Көмірсутекте көміртектің массалық үлесі 84%-ді құрайды. Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 3,45-ке тең. Көмірсутектің формуласын анықтаңыз. Шешуі: 100%-дан 84%-ді алғанда 16% сутектің пайыздық мөлшерін есептейміз. Келесі, көміртек пен сутектің берілген пайыздарын сол элементтердің атомдық массаларына бөлу арқылы қатынастарын есептейміз. Салыстырмалы тығыздық арқылы белгісіз көмірсутектің молекулалық массасын есептейміз. Ол бізде 100 грамм бөлінген мольға тең. Келесі, болжам формуланың салыстырмалы молекулалық массасын есептейміз. Ол бізде 14,12 грамм бөлінген мольға тең. Енді берілген салыстырмалы молекулалық массаларды бір-біріне бөлген кездегі шыққан санды болжам формуладағы әрбір индекске көбейтеміз. Сонда белгісіз көмірсутек гептан С7H16. Екінші есеп. Көмірсутектің құрамында көміртектің массалық үлесі 81,82%-ға тең. Осы көмірсутектің 1 литрінің қалыпты жағдайдағы массасы 1,964 грамм бөлінген граммды құрайды. Осы көмірсутектің молекулалық формуласын табайық. Шешуі: бастапқы заттың молярлық массасын есептейміз. Ол бізде 44 грамм бөлінген мольді құрайды. Формула бойынша көміртек пен сутектің атомдарының санын есептейміз. Бұл жердегі молярлық масса салыстырмалы молекулалық массаға тең. Сонда есептеу барысында көміртектің зат мөлшері 3-ге тең, сутектің зат мөлшері 8-ге тең. Демек, белгісіз формула С3H8. Жауабы пропан. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңдар.